1 қазан халықаралық музыка күні Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымының кезекті музыкалық маусымы басталды. Шараны 1991 жылы Қазақстан халық артисі Айман Мұсақожаеваның бастамасымен құрылған еліміздің жетекші музыкалық ұжымы Солистер академиясы мемлекеттік камералық оркестрі ашты. Сезон у нас обещает быть очень насыщенным. Бұл маусым жұмысқа толы болмақ, себебі Қазақконцерт ұйымы алғаш рет абонементтер сериясын ашты. Бірінші абонемент Солистер академиясына бұйырды. Келесі жылдың мамыр айына дейін барлық концерттер кестеге жазылып қойды. Алғашқы жарты жылдықта 10 концерт, ал келесі жарты жылдықта 14 концерт беру жоспарланған. Яғни 2 абонемент берілген. Бірінші жарты жылдықтың жарнамалары дайын. Жуырда келесі жылдың қаңтар мен мамыр айларының арасында өтетін концерттердің де жарнамалары шығады. Вот такой абонемент, где уже сразу с афиши всех концертов. Жуырда болатын концерттер кестесі түрлі халықаралық фестивальдермен, ел ішіндегі және шетелдегі гастрольдік сапарлармен толық. Солистер академиясы талай рет өзге елдерде Қазақстанның музыкалық өнерін танытып, атын шығарған беделді шығармашылық ұжымдардың бірі. Бұл жолы оларды Ресейдің солтүстік астанасы Санкт-Петербург қаласы күтеді. Открытие концертного сезона Солистер академиясы мемлекеттік камералық оркестрінің концерттік маусымда ашуы бұл Қазақ ұлттық өнер университетінің үлкен жетістігі деуге де болады. Өйткені оркестр құрамында студенттер де бар. Біз бұл жаққа Санкт-Петербург консерваториясының шақыртуымен келдік. Біз олармен әріптестік келісімге қол қойған болатынбыз. Мұнда студенттер тәжірибе алмасып, түрлі фестивальдер, концерттер ұйымдастырылады. Осылайша біз Санкт-Петербург қаласының ең әдемі залдарында өнер көрсетеміз. Конечно, очень приятно, что в этом году. Халықаралық консерватория апталығы фестивалі 2001 жылы Римский-Корсаков атындағы Санкт-Петербург мемлекеттік консерваториясымен ұйымдастырылған. 17 жылдың ішінде фестивальге 5 құрлықтағы 270-тен аса жоғары музыка мектептері қатысқан. Биылғы жылы халықаралық апталықтың картасына тағы бір мемлекет қосылды. В этом году у нас 14 высших школ музыки. Биылғы жылы фестивальге 14 жоғары музыка мектебі қатысып жатыр. Біз 8 күннің ішінде 14 бағдарлама қойдық. Біз түрлі залдармен жұмыс жасаймыз. 12 залда концерттермен қатар ғылыми білім беру бөлімдерінің 25-тен аса іс-шарасы өтті. Биылғы жылы бұл шарадағы бағдарламаға қатысу үшін әлемге әйгілі скрипкашы Қазақстанның халық артисі Айман Мұсақожаева жетекшілік ететін қазақстандық шығармашылық ұжымның да қосылғандығы бізді қуантады. Бұл біз үшін өте қызықты. Олар өздерінің концерттеріне және Санкт-Петербург қаласына келгендері үшін риза болады деген ойдамын. Для нас это очень интересно, и мы надеемся, что наши гости... Шаһардың көк аспан астындағы көркем жерлері саналатын Неваның бойына салынған ғажап көпірлерді, жағалауларды, саябақтар мен сарайларды көргенде талайдың тамсанатыны анық. Қаһарлы мінезі бар қала көптеген сәулетшілердің, жазушылардың, кинематографистер мен музыканттардың сүйікті мекені болған. Жақсы қала, өте керемет қала. Өйткені бұл именно осы қалада көптеген үлкен адамдар шыққан, осы Чайковский өзі осы жерде бітірген Санкт-Петербургский консерваторияны. И мен өзім қуаныштымын осындай қалада жүргеніме. Санкт-Петербург қаласына Мағжан алғаш рет осыдан 4 жыл бұрын келген. Ол кезде жас музыкант Георгий Свиридов атындағы халықаралық жас орындаушылар байқауына қатысып, ол жалы 3-ші орынға ие болған. Бүгінде Мағжан Қазақ өнер университетінің 3-ші курс студенті. Кішкентай кезімізде колледжда оқып жүргенде армандайтынбыз, осы оркестрға жұмыс жасай екен деп. Солардың концертіне барған кезде армандайтынмын. Осы оркестр өте осы ағайларымыздың қасында жұмыс істеп отырса екен деп. Университетке түсетін кезде сондай мүмкіндік болды сояққа жұмысқа көруге. Сол үшін сояққа кіріп, қазір аман-есен жақсы жұмыс істеп гастрольдерде жүрміз. Фестивальдің 5-ші күні Шереметьевтің ақ залында Моцарттың шығармасы орындалып жатыр. Дәлірек айтқанда, Солистер академиясы кезекті концерт марафонының кешкілік эстафетасын жалғастыру үшін дайындық жүргізіп жатыр. Дирижерлік міндетті Михаил Киркхоф орындайды. Айта кететін жайт, Михаил Киркхоф Солистер академиясына бас дирижер ретінде арнайы шақыртылған. Я считаю большое счастье, что в оркестре академии. Менің ойымша, Солистер академиясында жас буынның болғаны қуанышты жағдай. Олар жас болғанымен түрлі халықаралық байқаулардың лауреаттары, қалыптасқан музыканттар, болашақтары жарқын дарындылар. Сондықтан да біз фестивальдің форматына сай болу үшін гастрольдік сапарға жастармен келдік. Мы в этот раз с собой на гастроли привезли именно нашу молодежь.
Сондай-ақ концертте Санкт-Петербург консерваториясының доценті Алексей Людовик те өнер көрсетпек. Атақты альтист пен танымал скрипкашы Айман Мусақожаеваның дуэті академия музыканттары үшін керемет шеберлік сыныбы екені сөзсіз. Это прежде всего вот то, что мы говорим. Ең бірінші кезекте бұл кәсібиліктің көрсеткіші, яғни музыканы орындау барысында, концерттерде, дайындық кездерінде көрсетілетін түрлі тәсілдерді осындай сәттерде үйренуге мүмкіндік бар. Мұның барлығы біздің жастар үшін жасалынып жатқан шеберлік сыныптары. Бұл үлкен сабақ. Алдағы уақытта олар үйреніп білгендерін келер ұрпаққа үлгі ететін болады. Оларға тіпті сабақ беріп, ел атын шетелдерде танытатынына мен сенемін. С которыми будут выезжать за рубеж, которые будут выступать на ведущих сценах мира. Ну, это потрясающая скрипачка. Айман Мусақожаева ескі музыка мектебінен білім алған тамаша скрипкашы, керемет ұйымдастырушы. Өзі де ойнап, өзгені де сүйреп жүргені таңдандырады. Оларға деген жауапкершілігі де жоғары. Мен мұндай адамның алдында бас иемін. За которую она ответственна. Әлемнің сан түрлі елін аралап, талай жетістікке жеткен шығармашылық ұжым бүгінгі кеште оркестрмен орындалатын скрипка мен альтаға арналған Моцарттың концерттік симфониясы мен ағылшындық композитор Фрэнк Бриджтің «Үш идиллия» туындысын орындамақ. Репертуар, как правило, по всему миру повторяется. Репертуар әлем бойынша әдеттегідей қайталанады, бірақ дәл осы музыка өте сирек орындалады. Мен классикалық орындаушылықтан сәл алыстадым. Мен бұл шығармаға басқаша темп қосып, өзімнің талғамымен өзгерттім. Бұл «Үш идиллия» туындысының кейбір жерінде музыка бір қалыпты орындалады. Баяулық та, жылдамдық та жоқ. Бірақ мен сондай элементтерді қостым. Бұл жаман деп ойламаймын. Бұл менің интерпретациям. Это моя просто интерпретация. Петербург көрермендері мұндай өзгерісті жылы қабылдады. Тіпті осындайды күткендей болды. Қазақстандық музыканттардың өнеріне тамсанған халықтың қошеметі айтылғанның айғағы. Я получил большое удовольствие. Просто вот человеческое. Мен керемет әсер алдым. Орындаушылықтары керемет. Жастардың осындай көне музыканы жоғары деңгейде орындауы тамсандырды. Жетекшілер де ұнады. Мұндай өнерді тыңдамағаныма біраз болды. Музыканттардың бір-бірін қолдап, бір-бірін жақсы түсінетінін бірден байқадым. Барлығы еркін орындап шықты. Расымен де жастардың орындау шеберліктері мені қатты қызықтырды. Шынын айту керек, бұл сирек кездесетін керемет музыкалық ұжым. Такого исполнения, честно говоря, давно не слышал. Очень большое взаимопонимание, на что я обратил внимание. Солистер академиясы оркестрінің құрамында жоғары білікті кәсіби музыканттар бар. Олардың көбісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаттары, қалыптасқан тәжірибелі артисттер. Сондай-ақ халықаралық байқаулардың жүлдегерлері болған студенттер де осы қатарда өнер көрсетеді. Ислам Әлиев Қазақ өнер университетінің 3-ші курс студенті. Колледжде оқып жүрген сәтінде ол Новосібір қаласында өткен Сібір музыкалық ассамблеясы байқауына қатысып, 2-ші орынға ие болған. Бүгінде Исламның солистер академиясында жұмыс істеп жүргеніне 2 жыл болды. Танымал ұжымға музыкант жақсы тәжірибемен келген. Нақтырақ айтқанда, оркестрлік орындаушылықты Ислам қалалық филармониядан үйреніп бастаған. Очень хороший состав. Біздің ұжымның ауызбіршілігі тамаша. Оркестрдегі үрмелі ағаш аспаптарының құрамы өте мықты. Менің осындай адамдармен жұмыс істеуім мен үшін өте ыңғайлы. Бізде 2 адам ойнайды. Габой аспабында менің бұрынғы оқытушым болған Лилия Абрахманова өнер көрсетеді. Айта кететін жайт, Новосібірде өткен байқауға сол кісі дайындаған. Ұстазымның сенімін ақтап, мен жүлделі орынға ие болдым. Ал қазір біз бірге өнер көрсетеміз. Своему преподавателю. А сейчас мы с ней работаем на одной работе. Халықаралық консерватория апталығы бұл музыкалық құбылыстың көрінісі. Өйткені әрбір концерт музыканттардың сан түрлі қайталанбас орындаушылық дәстүрінің тарихы. Қазақстандық ұжымның бұл кешінде сонымен қатар Германия мен Венгрияның музыканттары да өнерлерін паш етті. Солистер академиясы оркестрінің концерті халықаралық консерватория апталығы тарихының жаңа бір тарауы болатыны хақ. Ал музыканттардың өздері үшін бұл еліміздің камералық оркестр бағытындағы отандық музыкалық брендтің әлемдік деңгейде тағы бір сатыға биік еткен кезекті шетелдік сапары болып есте қалмақ.